Ойлап тұрсам бұл дүние шолақ екен, түсіктен көшкендер теріскеге қонақ екен. Қырықтың бірі Қыдыр, мыңның бірі Уәли деген елім бүгінде қонақ жайлығында қағылдау. Соңғы рет қашан Құдай қонақ күткеніңіз есіңізде ме? Қоныс аударып жапсарлас қонған көршісіне ел ерулік бермек түгіл есігінде ашпайды кейде. Ерулікті білмейді де көбі. Ол ма? Айнаның бір журналисті осы жақында кішкентайлы болыпты. Сөйтіп әлеуметтік желіге қалжа туралы қысқа жазба қалдырса, кейбір келіндер оны түсінбей рецептін сұрап жүрген көрінеді. Қалжаны белгілі бір тағам түрі деп ойласа керек. Қалжа жеген әйелден қанжардай ұл өсет дейтін қазақтан қалжаны білмейтін қазаққа қалай жеттік екен. Бұрындары бала ширақ, шымыр болса, шешесі қалжа жеген деп көтермелейтін болған. Қазіргілердің бәрі болмаса да қалалықтардың көбі құндылықтарды ұмытқан тәрізді. Қанша мамағыналы ырым, маңызды серт, қасиетті салт дәстүрді тәрк етуге біріншіден жаңа заманның, екіншіден арабизацияға ұмтылған адастырушы күштердің ықпалы көп болар. Біз дана халқымыздың дәстүрін көшедегілерден сұрап көрдік. Қараңыздар. Аттан құласақ та салттан құламаған қазақпыз деп жатамыз ғой. Бүгінгі экспериментімізді дәл осы қазақтың салт дәстүріне арнамақпыз. Қазір біз осы жерде өтіп жатқан адамдардан қарапайым ғана қазақтың кей дәстүрлерін сұраймыз. Кеттік. Қалжа деген. Қалжа деген олжа деген емес пе? Олжа деген емес. Жақсы рахмет. Сізге бір-екі сұрақ қойсам болады ма? Иә. Ойын ойнаймыз, жеңімпаз болсаңыз сізге сыйлығым бар. Ойнауға. Құдай қонақ дегенді не екенін білесіз ба? Құдай қонақ деп жатамыз ғой. Құдай қонақ дейді. Білесіз бе Құдай қонақты? Білмейсіз бе? Қалжа дегенді білесіз бе? Қалжа? Қалжа. Қалжыңды айтығын нелер ма? Қалжа мен қалжыңдамаңыз. Жігіттер, ассалаумағалейкум. Бір-екі сұрақ қойыш. Қойыңыз. Құдай қонақ дегенді білесіз бе? Құдай қонақ ас беруді ойлаймын. Асты не үшін береді? Енді аруақтар үшін риза болсын деп. Соны Құдай қонақ деп айтады, иә? Солай ойлаймын өзім. Қалжа дегенді білеміз бе? Жоқ. Ерулік деген ше. Енші деген. Енші таныс білмеймін бірақ. Ерулік дегенді білесіз бе не нәрсе? Қандай? Ерулік деп айтады ғой, ерулік берді дейді. Ерулік деген білмеймін айғандай. Құдай қонақ деген білесіз бе? Құдай қонақ. Білмеймін, бір жесті. Жастар ғой деп ақтағандай болдым іштейім. Ақсақал іздедім. Қалыңыз қалай? Денсаулық жақсы ма? Жақсы. Жасыңыз неше ата? Неше бересің маған? Бергенде енді білмеймін бір 83-темін. 83-тесіз ба? Тамаша, сіздің жасыңызды бізге берсін. Есіміңіз кім болады? Мұрат. Мұрат ата, бір сұрақ қойыш, бір-екі сұрақ сізге. Мынау Құдай қонақ дегенде жастар, үлкендер білмей жатыр. Білесіз ба? Кім нені айтады Құдай қонақ деп? Құдай қонақ деп бір жолаушы адам үйге келгенде сонда айтады Құдай қонақ деп. Тамаша, қалжаны білмей жатыр. Қалжа деген? Қалжа деген енді мынау мал төлегенде сонда қалжа береді. Мал төлегенде қалжа береді, иә? Дұрыс па? Жоқ. Дұрыс емес. Қазыналы қарттар-ау, қалжаны білмей не қара басты? Қалжа деп нені айтады? Қалжа деп жаңа Құдағыға баратын зат айтады, сумкамен ба бір немен барады ғой. Немен барады? Қоржынмен. Сондаймен барады. Соны айтады. Құдай қонақ дегенді білесіз бе? Құдай қонақты сырттан келген адам үйге біреу келсе Құдай қонақ, біреу келеді, соны Құдай қонақ дейміз. Ерулік дегенді? Ерулік дегенді естімеппін. Енші дегенді білесіз бе? Енші ол енді балаға атайтын нәрсе, ен қойып нететін, қалай? Балаға ен қоятын енші дейді, иә? Жаңа келіншегім кетіп қалған, сол жақсы білседі. Келіншегіңіз кетіп қалды, жақсы білсе жүгіріңіз. Апа, сәлеметсіз бе? Бір-екі сұрақ қойайыншы сізге, рұқсат па? Қандай сұрақ? Қазақта мына жерден көбінен сұрап жатырмын, жасы кәрісі білмей жатыр. Қалжа деген не білмей жатыр, білесіз бе? Қалжа деген жас бала туғанда беретін қалжа ғой? Тамаша. Ал ерулік деген ше? Ерулік егерде мысалы саған көрші көшіп келсе, жаныңа соған ерулік бересің сен. Құдай қонақ деген? Құдай қонақ шақырусыз ештеңесіз, бұл адасып келе жата ма, келеді, үйіңе кіреді, кіргізесің, асыңды бересің алдына. Соңғы сұрақ, соны тапсаңыз сыйлығымыз бар. Енші деген ше? Енші деген баланы үйлендіргенде еншісін беріп шығарады жеке. Жұркына, бізге керегі осы болған, осы сұрақты білмей жатыр көбісі. Сондықтан сізге Еуразия арнасынан мынандай бір шағын шоколадымыз бар, қабылдаңыз, естелік болады. Жоқ, 80-ге жақындағанда соны білмейді. Көңілімді Күләш апа көтерді. Айтпақшы, бұл білмей қалғандардың бір парасы ғана. Халқың қандай болса, салтымнан сынап біл деген бар. Салтымды білмеген халқымның жайы осы ағайын.
Санат Нұрбай, Айна.